сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және бүгінгі видеода мен сіздерге қалай шет тілді үйренуге болатындығын айтатын боламын. Яғни орысша айтқанда иностранный языктарды үйрену. Кейін мен бір күшті тілді білемін, бәрін мықты білемін деп айтпаймын, бірақ мен қазіргі уақытта корей тілін үйреніп жатқандықтан өзімнің бір қателескен жерлерім болды, және де сіздерге беруге арналған кеңестерім болды, және сіздерге сол кеңестерімді айтатын боламын, чтобы сіздер де қателеспеу үшін. Ал ендеше кеттік. Достар, бірінші сабаққа арналған дәптерлер, яғни тіл үйренген кезде дәптер бастаймыз. Сол кезде осындай блокноттарды ешқашан бастамаңыздар, олар өте ыңғайсыздық тудырады. Одан қарағанда сіздерге осындай дәптерлерді бастауды ұсынамын. Яғни бұл жерде сіздер спиральда, яғни ол осындай домалақ-домалақта, осындайлар көп ыңғайлы болады. Өйткені бұндай кезде, мысалға, сізге жырту керек болған кезде ол құртылмай айбат болып жыртылады деген секілді. Тағы да өте ыңғайлы жазуға да осылар ыңғайлы болып келеді. Екінші, ол сөздікпен дәптерге, яғни грамматика жазатын дәптерге және сөздікті екеуін екі бөлек дәптер арнаңыздар. Екеуі араласып кетсе жаман, себебі мен бір кезде екеуін араластырып жүргем, яғни сөздікті бөлек дәптерге, грамматиканы бөлек дәптерге жазғандарыңыз дұрыс. Достар, келесі ол өзіңіздің мақсаттарыңызды дәптердің бірінші бетіне жазып қойыңыз. Яғни мен мына жаққа тез оқу, 2-3 сөз жаттау деген сияқты осы грамматиканы оқып жүргендегі өзімнің мақсаттарымды жазып қойдым, және бұл өте ыңғайлы, сізге мотивация береді деп айта аламын. Сонымен қатар екінші бетіне календар жасап қойыңыз, яғни қай кезде не істейсіз. Мысалға, аптаның бірінші күні грамматика, одан кейін кітабымды оқимын, одан кейін сөздік деген секілді и демаламын. Келесі ол бізде оформление, яғни мен көріп тұрғандарыңыздай оформление жасағанмын. Сіздер қаласаңыздар жасаңыздар, қаламасаңыздар жасамаңыздар, бірақ оформление жасау үлкен мотивация береді деп айта аламын. Енді сөздікке тоқталатын болсақ, сөздіктің екі түрі бар менде, яғни біріншісі ол осылай астасына, мысалға біріншісіне жазылуын, ортасына оқылуын, одан кейін аудармасын осылай. Ал екіншісі осылай қарапайым қатар түрде. Қайсы ыңғайлы, соны таңдап алыңыздар. Негізі маған екінші түрі ыңғайлы. Тағы да сөздікке байланысты, ол мысалға сіздер тамақтың аудармасын жазған кезде тамақ деп осылай стикер жабыстырып қойыңыздар. Мысалға, мына жаққа мен деген киім деп жазып, и киімнің аудармасын тұрған жерге жабыстырып қоямын. Табуға, жаттауға өте ыңғайлы болады. Енді грамматикаға келетін болса, осындай дәптерлерді, кітаптарды Google'дан тауып алып шығартып алуға болады екен. Мен мыналарды Google'дан тапқан жоқпын, сабақтардан берген болатын, бірақ Google'дан да табуға болады екен. Ол сіздің грамматикаңызға көмектеседі. Тіл үйренудің таптырмайтын бір көмегі ол телефон, яғни телефондағы бағдарлама приложениялар. Оларды Play Market'тен тауып алсаңыздар болады, олар өте көп, ең ыңғайлысын тауып алыңыздар. Достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге өзім советтерімді бердім. Мен советтерім сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ендеше бәріне бай-бай.